Біз қазір Түркияның Алания қаласындамыз. Соңғы уақыттары Қазақстаннан Аланияға көшіп келушілердің саны артып отыр. Бұл қала несімен ерекше? Біз бүгін осы сұраққа жауап іздейміз. Алдымен менің каналыма жазылыңыз, лайк, дизлайк басуды ұмытпаңыз. Ендеше кеттік. Күн өте ыстық, сондықтан да көлеңке жерді жағалап жүргеніміз сол. Алдымен енді бұл не қала деген сұраққа жауап іздейік. Жалпы келген адам қай қалаға келдің деген сұрақты қоятыны сөзсіз. Алания бұл Анталия беледиесіне, яғни Анталия провинциясына қарайды. Яғни біздің тілмен айтатын болсақ, Анталия Шымкент болса, ал Алания Сарыағаш немесе Жетісай. Ауданның орталығы. Алания елдің оңтүстігінде орналасқан. Оңтүстігі болғанда оңтүстіктің оңтүстігі. Бұл жақта қыс болмайды. Қыстың өзінде ауаның температурасы 20 градусты көрсетіп тұрады. Бір жағында жерорта теңізі жатса, екінші жағын Торос деген тау қоршап жатыр. Жалпы Алания қаласы тұрғындарының саны 350 мың. Бірақ енді сезон болған уақытта, яғни пляж сезоны болған уақытта, туристермен қосқанда 1 миллионға жуықтайды. Алания жасыл желекке оранған қала, пейзажы өте мықты. Кез келген жерде суретке түсесінде, WhatsApp-пен досыңа жібере салсаң болады. Қараңыздар, жан-жағының барлығы жап-жасыл. Жалпы енді Аланияға қалай келуге болады деген сұрақ мазалауы сөзсіз. Қазақстаннан Аланияға ұшақпен келесіз. Алматыдан ұшады, Нұр-Сұлтан қаласынан ұшады, және де Шымкент қалаларынан ұшады. Бірақ Аланияның өзіне, яғни Гази-Паша әуежайына Қазақстаннан тікелей ұшақ жоқ, тек Анталия әуежайы арқылы ғана келесіз. Анталия мен Аланияның арасы шамамен 150 километр. Яғни таксимен келуге болады. Болмаса арнайы автобустар жүреді, болмаса досыңыз күтіп алады. Көбісі сұрайды, бұл жақта үйдің бағасы қанша, жалпы жұмыс бар ма деп сұрайды, қалай күн көреміз дейді. Әрине, оның барлығы заңды сұрақ. Біз бұл сұрақтардың барлығына келесі шығарылымда жауап береміз. Әзірге біз бүгін тек Алания туралы қысқаша мәлімет бердік. Сондықтан да келесі шығарылымды күтіңіз. Біздің каналға жазылыңыз және лайк, дизлайк басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.